Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен майда пісетін осындай капуста мен керемет пирожкилар дайындаймыз. Қамыры енді өте ерекше, қытырлақ әрі жұмсақ болып шығады. Қараңыздаршы, мен айтқан рецептпен дәл осылай пісіретін болсаңыздар, міндетті түрде сіздерге ұнайтын сөзсіз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз, 150 грамм жылы су құямыз. Сосын 1 ас қасықта шекер, 1 шай қасықта тұз қосамыз. Сосын 1 шай қасықта дрож ашытқы қосамыз. Енді осыны жақсылап бір араластырып жібереміз. Алдын ала ертіп алған 50 граммдай сары майды құямыз. Енді осыған бір 550-600 граммдай ұн кетті. Ұнды алдын ала електен өткізіп алып, осылай 2-3 бөліп отырып, қамыр елеп аламыз. Міне қамырымыз осындай жұмсақтықта дайын болған соң, бетіне 1 ас қасықтай сұйық майды құйып жібереміз да. Осылай тағы да бетінен 1-2 рет басып, бетін пакетпен жауып, жылы сүлгімен жауып қоямыз. 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Сол аралықта біз начинкасын дайындап аламыз. Қараңыздар, мен алдын ала осылай майдалап тураған капустаны майға 1 ас қасық майға қуырып алдым. Сосын міне 1,5-2 сағаттың ішінде қамырымыз ашып шықты, осындай болып. Енді осыларды майда бөліктерге бөліп формаға келтіріп аламыз. Тынып тұрған қамырларымызды бір шетінен алып отырып, осылай жайып шығамыз. Қолмен жайсаңыздар да болады. Ең бастысы қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Міне осылай болу керек қалыңдығы. Енді ішіне салмасымен 1 ас қасықтан салып отырып, осылай ортасынан 2 шетіне қарай біріктіріп шығамыз. Біріктіріп шыққаннан кейінде тағы да үстінен бір басып шығыңыздар. Сол кезде жақсы бірігіп, ашылып кетпейтін болады. Барлығын осылай формаға келтіріп аламыз. Негізі тек қана капуста емес, қалаған өздеріңіздің салма начинкалар қолдансаңыздар болады. Мен 2 түрлі салмамен жасадым. Капустамен және де картошкамен. Қызып тұрған майға бір шетінен салып пісіріп алатын боламыз. Майды қатты қоймаңыздар, орташа отта пісіріңіздер, сол кезде қамыр бір тегіс пісіп шығатын болады. Әйтпесе қатты отта пісіретін болсаңыздар, сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Енді пирожкаларыңыз көтеріліп шықсын десеңіздер, осылай майды бетіне құйып отырыңыздар, сол кезде одан да керемет томпиып көтеріліп пісіп шығады.
мінекей екінші жағын аудардық. Дәл осылай ретімен пісіріп аласыздар ғой. Мінекей осындай пирожкилар болып дайын болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қамырын осындай керемет ауызда еритін пирожкилар болып шықты. Мінекей. Басында айтып өттім сіздерге, екі түрлі начинкамен жасадым. Бұл картошкамен жасаған начинка. Мінекей, осылай. Ас болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар.